Сәлем достар. Бүгін біз пингвин планетадағы ең қызықты және таңғажайып шілік иелері туралы сөйлесетін боламыз. Олардың таңғажайып әлеміне қызықты саяхат жасайық. Пингвиндер бірқатар ерекше бар керемет құстар. Олар оңтүстік жарты шарда, негізінен Антарктикада, оңтүстік Америкада, оңтүстік Африкада және Австралияда тұрады. Антарктикада тұратын және отбасының ең үлкен мүшесі болып табылатын императорлық пингвиндердің кейбір түрлері әсерлі биіктікке мерде 200 метрге дейін жетеді және салмағы шамамен 40 келі. Бір қызығы, пингвиндердің тарихы өткенге дейін барады. Олардың ата-бабалары жер бетінде шамамен 60 миллион жыл бұрын пайда болған. Пингвиндер мұхит суларында қоныстануға шешім қабылдаған бірнеше құстардың бірі болды. Бұл оларға су астында жүзу үшін бейімдеулерді дамытуға мүмкіндік берді. Пингвиндер туралы қызықты деректер. Пингвиндер көптеген құстардан ерекшеленеді, өйткені олар ұша алмайды. Оның орнына олар тиімдірек жүзу үшін иық пышақтарына айналған қанаттармен жабдықталған. Пингвиндер керемет жүзгіштер және 100 метр тереңдікке сүңгуге болады. Олардың жүзу стилі су астында ұшумен салыстырылды. Олар Антарктиканың жағдайында өмір сүруге мүмкіндік беретін төменгі қабаты мен май қабатының арқасында суықтан тамаша оқшаулауға ие. Пингвиндер қарым-қатынастың ерекше тәсілдерін көрсетеді. Мысалы, император пингвиндері өздерінің орналасқан жері туралы ақпарат беру және ерлер мен әйелдердің назарын аудару үшін арнайы дыбыстар шығарады. Олар серіктестеріне деген адалдықтың мысалдарын көрсетеді. Пингвиндердің көптеген түрлері өмір бойы бір серіктеспен қалады және бірге ұрпақ өсіреді. Міне, енді сіз пингвиндер туралы көбірек білесіз. Мұзды кеңістікте өмір сүретін таңғажайып тіршілік иелері. Бұл таңғажайып білімді достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.